Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Жамбыл. Бүгін трендте жүрген бента тортын дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп батырмасын басып, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен танысып отырыңыздар. Ендеше біз тортымызды бастаймыз. Бізге барлық керек заттар: 10 грамм разрыхитель, 100 грамм ұн, 50 грамм сұйық май, 100 грамм қант, 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға жарамыз және де миксерлеп шығамыз. Енді көбіктене бастаған кезде үстіне 100 грамм қантымызды салып, екеуін толықтай араластырып аламыз. Аппақ көбік болған уақытысында 50 грамм сұйық майымызды да құйып, барлығын араластырып аламыз. 100 грамм ұнымызды және де разрыхителімізді осылай електен өткізіп, араластырып шығамыз. Екі бөлікке бөліп салғандарыңыз дұрысырақ, сонда сіздердің жұмыртқаларыңыздың көлемі отырып қалмайтын болады. Дайын болған массамызды формамызға құйып, тегістеп 180 градус пеште 10 минутта пісіріп шығамыз. Осы аралықта сливки дайындайтын боламыз. Толық миксерлеп аламыз. Дайын болған бисквиттерімізді 4 бөлікке бөлеміз. Шамамен 11-12 мм болады. Осылай бисквитімізді қойып, үстіне кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Бұл бента торты басқа торттардан айырмашылығы оның көлемінің кішкентайлығында. Бұрын торт жасап жүрген болсаңыздар, тура сол сияқты қылып дайындай берулеріңізге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша начинкада жасауларыңызға болады. Немесе жай ғана осылай бисквитпен, креммен де жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Жылдам дайындалады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кремдеріңіздің түстерінде өзгертулеріңізге болады. Әртүрлі түсті болса, балаларыңызға да ұнайды. Өзі көлемі кішкентай және де түрлі түсті болса, балаларыңыз қатты қуанатын болады. Енді бетіне безендіру жасаймыз. Біз осылай креміміздің үстіне краситель қосып араластырамыз. Және де осындай кондитерлік пакетімізге салып, торттың бетіне жазу жазатын боламыз. Мен туған күнге жасағандықтан үстіне туылған күніммен деген жазу жаздым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жазуменен, фруктылармен оформление жасауға болады. Жылдам дайындалады. Шамамен маға бұл тортты жасауға 30 минуттай уақыт кетті. Ерекше торт, көлемі болсын, және де безендіруі болсын, адамға ерекше көңіл-күй сыйлайды. Баршаларыңызға ас болсын. Сіздермен бірге Ақнұр Жамбыл. Менімен осындай жеңіл әрі жылдам дайындалатын видеоларды жасап шығуларыңызға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер.